Қызылордаға келіп, жарты сағаттай аялдаған жолаушылар пойызы қалып қоймаңдар дегендей ышқына бір айқайлап алды да орнынан қозғалды. Жаяу жылжыған паровоз бірте-бірте жүрісін шапшаңдата түсті. Қаладан қашықтаған сайын денесі қызған жүйріктей жүрісін үдете берді. Міне, өтіп бара жатқан уақыт составындай зулап келеді. Бесікше тербетіп, жүйткіген вагон дөңгелектерінің дыбысы құлаққа әдемі бір күй әуенін әкелгендей рахат сезімге бөлейді. Купе терезесінен құшағын айқара ашқан дархан дала қиырына қиыла қарап, ортақ ой үстінде Кәдір мен Айым отыр. Екеуінің де ойында ардақ. Кәдір болса, тағдырдың салғанына мойын ұсынып, оймен омырла беруді қойған. Ендігі мақсаты Айымды ой орауынан арашылап алу. Ол үшін неге де болса әзір. Ол жалғыз ұл ардақтан айрылғаннан бері күлкіден де ажырасқан еді. Үнемі оймен тұмшаланып, тұншығады да жүреді. Алайда кешеден бері ептеп күліп, көргендерін көмескі көңілділікпен әңгімелейтін болды. Көпшілікті көріп, көңілі бөлінген болар. Бұлттан шыққан күндей анда-санда жымия жалт еткен жанарын көргенде Кәдір де қуанып қалады. Әңгіме тыйыла қалса, Айымның қабағына қара бұлт қайта торлайды. Сондықтан да Кәдір жоқты бардай етіп әртүрлі әңгімелер айтып, ауыз жаппайды. Айымның да бордай үгіліп ботадай боздайтын шақтары сиреп келеді. Дегенмен жүрек түкпірінде ардақтың аты жатыр. Қанша қимағанымен ана жүрегі оны өлдіге шығара бастаған. Осынша ойсыратып, Сарыуайымның сарабына салған, дүниеде жоқ енді деп үміттерін үзе бастаған. Ардақтың осы вагонда өзіне таяу купеде Айымның бұрынғы күйеуі Сағынайдың қолында отырғанын білсе ғой, шіркін, онда Қырымға бармай-ақ осы арадан қайтар еді. Сағынай жұбайын жоғары жаққа дәрігерге апаруға шықты. Ол жаңа Қызылордадан осы пойызға отырды. Ардақ та өздерімен бірге. Ол өгей әке-шешеге үйрене бастаған. Сағынай болса балаға жанын үзіп отырады. Қайда барса қасынан екі елі қалдырмай ертіп жүреді. Үйге келсе, төсіне мінгізіп, жаңа шығып келе жатқан тілін қызықтай сөйлетеді де отырады. Ал Бибісара болса, олай емес. Балаға салқындау тұрады. Бұлайша жақсы көргенімен еміреніп, елжірей қоймайды. Мүмкін, мінезі солай шығар. Сағынайдың Бибісарада жұмысы жоқ. Бала туралы оған тіс жарып ештеңе айтпайды. Біреуді біреуге зорлап жақсы көргізе алмайсың. Жүрекке әмір жүрмейді, сондықтан да үндеген жоқ, деп ойлайды. Міне, ол Ардақты алып, купенің дәлізіне шықты. Оны көтеріп терезеден сыртқа қаратып тұр еді, өтіп бара жатқан біреу байқамай қағып кетті. Баланың маңдайы терезеге тиіп шыр ете қалды. Көрші купеде отырған Кәдір мен Айым селк ете түсіп, есікке жалт қарады. Айымға бала даусы үлкен әсер етті. Ардақтың даусынан айнымайды. Ол тез тұрып купенің есігін ашып, дәлізге қарады. Олар кіріп кетіпті. Бала даусы өзіне таяу купеден шығып жатыр. Айым тұра алмады. Сол купеге қарай беттеді. Бала даусы тіпті таныс сияқты, жылушылап барады. Ана көздерінен ақ моншақтар үзіліп түсіп жатыр. Ентелей келіп есіктің тұтқасын ұстай бергенде, артынан Айым таста, ұят емес пе, жылап, еңіреп жетіп барғаның, деп Кәдір ұстай алып, кейін алып қайтты. Сөйтіп, анадан баласын бір төрт елідей ғана есік жасырып қалды. Бағанағы бала даусы Айымның құлағынан кетпей-ақ қойды. Жүрегін еріксіз елжіретіп, сол купеге барғысы келеді де тұрады. Ардақтың даусын елестетіп көріп еді.
айнымайды. Алдында қозы бөліп жүргенде, аяғын бір қозы басып кеткенде, Ардақ дәл осылай жылап еді. Даусының өте ұқсасын қарашы, деп ойлады. Осы ой оның жастықтан басын көтерді. Сол-ақ екен, еркінен тыс бір күш оны жел айдаған қаңбақтай бала жатқан купеге қарай ала жөнелді. Келген бетте есікті тартып көріп еді, ашылмады. Ол таңертең келуге бекініп, кейін қайтты. Мен де қызықпын, деп ойлады Айым. Түнде басқа купеге кірудің өзі ұят екенін ойламаппын-ау. Осымен жынданғаннан саумын ба? Сонау Сарыарқаның сайын даласында жоғалған бала мұнда қайдан келеді? Расында да есім бүтін емес шығар, деп алғашқы рет өзіне өзі күдікпен қарады. Сөйтіп орнына келіп біраз отырды. Бір кезде құлағына тағы да бала даусы естілді. Ол орнынан тұра беріп қайта отырды. Осылай өз ойымен өзі арпалысып, түнімен ұйықтай алмай, таң алдында көзі ілініп кетіпті. Айым оянғанда елдің бәрі тұрған екен. Поезд бір шағын қалаға келіп тоқтап, жүріп барады. Орнынан тез тұрып, ол бала жатқан купеге кіріп барып, аңырап тұрып қалды. Кілең жастар отыр. Олар қайда? Деген сөздің аузынан қалай шығып кеткенін өзі де білмей қалды. Жеңгей, кімді іздедіңіз? Деді дударбас бір жігіт. Түнде бір кісілер бар еді ғой, олар қайда? Кешіріңіз, жеңеше, деді әлгі жігіт қулана күліп. Сіздің түнде қандай кісімен кездесіп жүргеніңізді біз қайдан білеміз? Айым оның әзілін естімеген кісіше. Бір балалы адамдар бар еді, соларды іздеп едім, деді. Көріп отырсыз, біздің баламыз түгілі, әйеліміз де жоқ. Ал, сен не өзің, кісіні тәлкек еткің келіп отыр ма? Қой былшылыңды, деді бір егде кісі жігітке жекіп тастап. Айымға бұрылып, ол кісілер қалада түсіп қалды ғой, деді. Айым ауыр күрсініп, кейін бұрылғанда жанары толып тұрған жас түйір-түйір боп домалап түсті. Сөйтіп ана мен бала бір күн, бір түн, бір вагонда отырып, бір-біріне кездесе алмады. Әссәләмуғалейкум, жақсыларым. Егер повесть ұнап, жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, пікірлерге жалғасын күтеміз деп жазып, лүпіл баса кетіңіздер. Біздің жаңа арнамыздың қазақ тіліндегі контенттің дамуына қосқан үлестеріңіз ретінде WhatsApp желілерінде бөлісулеріңізді сұраймыз. ولولا أن